Елімізде 2023 жылдан бері тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы іске асырылып жатыр. Өңірдегі тозығы жетіп, жаңартуды қажет ететін коммуналдық кәсіпорындарда аталмыш бағдарламаға кірген. Оның басты мақсаты коммуналдық инфрақұрылым мен желілерді қайта жаңғырту және кеңейту, жабдықтардың тозуын азайту болып табылады. Қазір Өскемен жылу электр орталығында 9 қазандық пен 7 турбина жұмыс істеп тұр. Аталған бағдарлама арқылы агрегаттар мен жабдықтардың тозу көрсеткішін 65-тен 63%-ға төмендету жоспарланған. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша өткен 2023 жылдан бастап тозығы жеткен желілерді кезең-кезеңмен азайту мақсатында осындай бастама көтерілген болатын. Бұл тарифтерді инвестицияға айырбастау бағдарламасы арқылы қазандықтарды жөндеп қызметкерлердің жалақысын көтеруге мүмкіндік алып отырмыз. Қазіргі күні біздің кәсіпорындағы желілердің тозуы 2,5%-ға азайды. Ағымдағы жылы тарифтерді көтеру есебінен қазандық агрегаттары мен жабдықтарына күрделі жөндеу жүргізу үшін 1,8 миллиард теңге сомасында қосымша инвестициялар тарту және тозу көрсеткішін 65%-дан төмендетуді жоспарлап отырмыз. Алдағы жылдары да осы бағдарлама жалғасын табады деп ойлаймын. Тарифтерді көтеру коммуналдық қызметтердің жалақысын көтеруге де мүмкіндік беріп отыр. Өткен жылы жалақыны 23%-ға өсірсек, биыл қаңтар айынан бастап 13%-ға көбейттік. Жалақыны көбейту арқылы білікті мамандар жұмыстан шықпай, вакансиялар саны көбейеді деген үміттеміз. Облыс орталығындағы жылу энергетикалық кәсіпорындарында жабдықтардың тозуынан бөлек жылдар бойы жалақы көтерілмегендіктен білікті мамандар жұмыстан кеткен. Бұл шаралар өңірдегі жылу мен жабдықтаушы компаниялардың 1063 қызметкерінің жалақысын арттыруға мүмкіндік беріп отыр. Қазақстанда 2023 жылдан бастап тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы аталған бағдарламаға біздің Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары да енді. Мысалға айта кететін болсақ, Өскемен ЖЭО, Согра ЖЭО және Өскемен жылу жүйелері компаниялары бізге 1 ақпаннан бастап тарифті көтеруге өтініммен жүгінген болады. Сонымен қатар осы өтінімдерінің шеңберінде бізде аталған кәсіпорындар жұмысшыларының жалақысын орташа статистикалық деңгейге көтеру жоспарлануда. Ол орташа есеппен 23%-ға алып келеді жоғарылатуды. Осылайша 1 ақпаннан бастап жылу мен жабдықтау қызметі бойынша орташа чектің құны 1 бөлмелі пәтерлер үшін 657 теңгеге, 2 бөлмелі пәтерге 837 теңгеге және 3 бөлмелі пәтерлер үшін 1075 теңгеге артпақ.